Ертең Алланың алдына барамыз. Мына 4 нәрседен сұраламыз бір-бірімізден. Апау, мына 4 нәрседен бір-бірімізден сұраламыз. Біріншісі, егер біреу-біреуді ұрған болса, зиян берген болса, егер де біреу-біреуге қолмен ұрып зиян берген болса, қияметте ақысын алады. Біріншісі. Екіншісі, біреу-біреуді ғайбаттаған болса, ақысын алады. Үшіншісі, біреу-біреуден қарыз алған болса, береді. Қарызын құтылмай ешкім жәннатқа кірмейді. Төртіншісі. Ең қымбаты осы төртіншісі. Ана үшеуін де мынау дүниеде шешіп алуға болады. Мына төртіншісі шеше алмайсың. Не ол? 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 Уақыт. Уақыт. Ең қымбат нәрсе уақыт. Ертең адам өлген кезінде қабірге түседі ғой, сонда айтады екен: "Я Алла, мені қайтаршы." Не істейсің? Bir рет сәжде жасайыншы дейді екен. Bir рет сәжде жасайыншы дейді екен. Bir сәждеге қанша уақыт кетеді? Bir сәждеге қанша уақыт кетеді? Секунд кетеді ме? О, ұйықтап қалмаса ол, 5 секунд десек, Аллаху акбар, субхана раббил а'ла, 3 рет айтып тұру да. Адамдар әлі 5 секундқа сұранады дейді да Алладан. Қайтаршы мына жаққа деп. А біз уақыттың қадірін білмейміз. Бізде 7-де тойға шақырса қаншада басталады той? 9-да ғой, дұрыс па? Неге 7-де бармаймыз? Не жерде 7-ге шық десең 7:30-ға шығады. Әдет, бұл әдетке айналған бізге. Кәдімгі 7-ге шақырасың ғой, 3 апа шығайын деп жатса, біреу айтады: "Қойша, кім шығады дейсің, 7:30-да шықсаң да нормально деп қойды ғой, болды, соң айтқан істейді." Елде жүрген кезде менде уақыт деген андай, минутпен есептеп жүрем. 1 мен 2 кездесу, 2 мен 3 кездесу, 3 мен 4 кездесу, уақыт солай. Кейде ана минуттар санап кетем. Bir күні сөзімнің соңы енді. Bir күні Шымкентте ана бір жиын, 2-ге жиынға шақырып қойған. Соған дайындалып жүрген ғой. Сол бір күн бұрын бір жігіт: "Аға, баламызға жиын жасап жатырек, 1-ден 2-ге дейін кеп кетіңізші" деді да. А мен о біздің әдетті білем ғой қалай екенін. Мен айттым: "Мен үлгере алмаймын ғой, мені 2-ге шақырып қойған ғой" десем, "Бізден кіріп шығып барасыз ғой" деп. Сосын мен бүйтіп айттым: "Онда былай келсек, ассалаумағалейкум. Былай келсек. Мен сенің жиыныңа барайын, 12:50-де кірем, 1:50-де шығып кетем." Болды деді. Болды, келістік деді ғой. 12:50-де кірсем, 4 шал күзір ойнап отыр, басқа ешкім жоқ қой. Ана администратордан сұрап алдым да: "Мына тойдың егесі қайда?" Сөйтсем, жолда келе жатыр. Оның өзі жолда келе жатыр екен ғой. Сөйтіп, в общем, 1:30-да 2 стол бос, қалғандары 1:30-да толды ғой. Сөйтіп, мен ана жігітті шақырдым да айттым: "Мен 1:50-де шығып кетемін" десем, бүйтеді: "Енді аға да, енді Құран оқып, сәл бүйтіп асықпай шық. Ана жақта мен 2-ге келісіп қойғам ғой, енді күтеді ғой." Жоқ, күтпейді. Уәде деген Алланың сөзі. Короче, мен или 1:50-де шығып кетем, или болмаса мені жоқ дей сал, мен қазір шығып кете салайын. Сөйтіп, онда бір уағыз айтып жетсеңші, сөйтіп 1:50-де шығып кетесіз деді. Тұрып айтып жатырмын, адамдарға айтып жатырмын. Адамдарға ауруын айтуымыз керек қой біз. Аталар, апалар, көкелер, ағалар, әпке, қарындастар, сіздерді жиынға қаншада шақырды? 1-ге. Неге сіздер 1:30-да келдіңіздер? Қолдарыңыз бос еді ғой. Негізі мүмкіндік болды ғой. Неге 1:30-ға келіп отырсыздар? Неге мына адамның жарты сағат өмірін ұрладыңыздар? Бұл тойхананы 1 мен 2-ге шейін төлеу керек еді. Сіздің кешігіп келгеніңіз үшін миллион тағы да қосып 3-ге дейін созды ғой. Егер сіз уақытылы келетін болсаңыз, ол ондайға созылмас еді ғой ол. Неге біз біреудің уақытын дейміз? Уақытты қараңыз. Сіз менің жарты сағат уақытымды жеген болсаңыз ше, айтыңызшы, уақытыңыздан бөліп бере аласыз ба? Уақытыңыздан бөліп бере аласыз ба маған? Бере алмайсыз. Менің уақытымды артқа қайтара аласыз ба? Қайтара алмайсыз. Ең қымбат нәрсе уақыт. Не? Алла тағала мен берген уақытты неге жұмсадың деген кезде не деп айтасыз? Жарты сағат біреуді күтіп отырдым дейсіз ба? Или күттірдім дейсіз ба деген секілді. Енді елге барған кезде ше, қай жер сізді қаншаға шақырды, сол уақытта барыңыз. Не? Сіз айтыңыз: "Мен мұсылманмын. Мен айтылған уақытта, айтылған жерде болуым керек." А басқалар өздері жауап береді. Дұрыс па? Алла қуат берсін. Біреуді күттірсек те
Біреуді күттірсең, конечно. Мысалы, жоқ, күйеуің жақсы адам ба негізі? Қатырадың уже. Конечно, ол да адам ғой. Ешкімді күттіруге болмайды. Мысалы, бірде кездесеміз дедіңіз ба? Сен 1:30-да бар, ол 1-де барды, жарты сағат. Білесіздер ма, жарты сағатта қанша нәрсе істеуге болады? Мына жерде жарты сағатта 100 мыңнан 15 рет намаз оқуға болады. Немесе бір пара Құран оқуға болады. 20 бет Құран оқуға болады жарты сағатта. Сіз сонша адамның сауабынан айырдыңыз ғой. О көшеде сені күтіп тұрды ғой. Ертең Алланың алдына барамыз. Мына 4 нәрседен сұраламыз бір-бірімізден.